Армысыздар, қазағы кеш жарық. Бүгінгі міне Жакишева. 3 марта. 3 марта. Бүгін міне жалғыз адамдық бекет. Мұқтар Жакишев пен Ержан Ешбаевқа. Так, есіміңіз қалай? Марат Мұсабаев. Марат Мұсабаев ағам. Аға? Аға демейді. Мұсабаев. Марат, кеттік. Айтыңыз. Иә. Марат ағамыздың бұл мына осы жер Марат ағамыздың өзінің жұмыс орны міне. Үнемі осы жерде тұрады Марат ағамыз. Марат Мұсабаев. Мұхтар Жакишевке бостандық талап етеміз. Бұл кісі қазір түрмеде отыр. Бұның денсаулығы өте нашар. Көзіне қазір операция жасау керек, емдеу керек. Соған 3 наурызда осы кісінің соты қайтадан қаралады. Соған жұрт қалайық бостандық талап етейік. Мұхтар Жакишевке бостандық. Осы менің талабым. Осы жерде мен тұрам, осы жерде жұртты. А где у него будет это пересмотр? Где будет на УДО суд? Ну, неде, деп ойлаймыз, Семипалатинскте. Нешінші күні? 3 мартта, 3 наурызда. Рахмет. Келіңіздер, бәріңізде. Халық болып осы кісіні, бұл өте жақсы кісі, білімді кісі, сауатты, интеллигент, Қазақстан интеллигенциясы. Қазақтың рухын көтерген. Көтеретін, қазақ экономикасын көтеретін кісілердің бірі. Осыған бостандық талап етем. Соған сотына келіңіздер, хабарландыры бір-біріңізге. Қолдайық қазақ елі, қолдайық. Бірігейік, қазақтар ояныңдар. Ержан Ешбаевты еді. Жан өзен. Түрмеде отыр. Осы кісіге де бостандық талап етеміз. 5 жылға кетіп қалды. Соған бәріміз ел болып бостандық талап етейік. Осындай азаматтарымыз түрмеде отыруға тиіс емес. Олар қоғамға жұмыс істеу керек. Қоғамды алдыға итеретін осы Қазақстан экономикасын, саясатын алға итеретін кісілер. Оларға халық болып, ел болып бостандық талап етейік. Бостандық Ержан Ешбаевқа. Рахмет. Рахмет сізге, аға. Бұл енді Марат ағамыз үнемі осы жерде жұмыс істейді. Ол кісінің өзі міндеті осы жерде. Брат, не мерзни, иди домой, нахуй на ночь. Так, осымен эфирімізді біз аяқтаймыз. Одно целое. Да. Әр қазақ менің жалғызым демекші. Енді Ты зачем мерзнешь? Для чего ты мерзнешь? осымен эфирімізді аяқтаймыз. Сидит на Мұхтар Жакишев.